Шымкент қалалық арнайы кітапханада тифлология бөлімі жұмыс жасайды. Яғни зағип және көз нашар көретін азаматтармен жұмыс жасайтын бірден бір бөлім. Қымбатты көрермен, бүгін зағип және көз нашар көретін жандардың қоғамда өзінің даму жолында тифло құралдармен, тифлотехникалармен қолдану арқылы өзінің еркін даму сәттерін көрсететін боламыз. Мінекей менің жанымда қазір Айнұр Күмісбай, біздің арнайы кітапхана оқырманы. Айнұр, өзіңе сұрақ қойғым келіп тұр. Бүгінгі қоғамда адамдар тіршілігінің көбісін телефонмен өткізіп жатады, мәселелерін телефонмен шешіп жатады. Сен бүгінгі таңда қандай телефон қолданып жүрсің? iPhone 15 қолданып жүрмін. Яғни iPhone 15 соңғы үлгідегі телефон. Оның ерекшелігі қандай жалпы? Бізге таныстырып айтып өтсең? Маған ерекшелігі, мысалы, қазір айтам, позвонить деймін, өзі звондалып, қоңырау шалып береді. Яғни қажет адамға теріп, көзге салмақ салмай, қажет адамның атын айтсаң, қоңырау кете береді. Мысалға бір адамға хабарласып көрейікші. Жансая, звони. Яғни қазір Жансаяға қоңырау кетіп жатыр. Өте күшті. Енді қоңырау шалуды түсіндік. Әлеуметтік желілерге, мысалға енді ең көп отыратын WhatsApp болса, WhatsAppқа қалай кіресің, қалай қолданасың? Ол жерде де 16 часов 18 минут. Док, WhatsApp, 2 новых WhatsApp. WhatsApp конкретно болса. Жети слушабыты, 12 не по нашим. Аудиоз Булзира Апша, профиля по нашим. Жети слушабыты. Выбрано. Пропущенный аудиозвонок. 4 минуты. Матч списка присоединилась. 2:33. Яғни жетісу шабыты, тағы басқа да пропущенный звонок деп жатады, соның барлығы да рет-ретпен айтылып тұрады екен. Яғни осылай қолдануға үлкен мүмкіндік жасалған. Дыбыстау және оның ішінде сөйлеу арқылы мәселелер шешіп, достарыңмен сөйлесіп, туыстарыңмен хабарласып тұруға өте ыңғайлы. Өте қуаныштымыз. Әрдайым байланыста болайық. Аман бол. Таныстарың, туыстарыңмен үнемі хабарласып тұр. Рахмет. Саған да. Қайырлы күн, есім Бекжан, арнайы кітапхана оқырманымын. Мен осы арнайы MacBook құрылғысы арқылы жұмыс жасаймын. Мен бірінші топтағы зағиптамын, бірақ та осы құрылғы арқылы жұмыс жасаймын. Бұл құрылғыда арнайы функциялар бар, зағип жандарға арналған. Біріншіден voice-over функциясы, яғни осы құрылғыны қолданған кезде басылған батырмаларды және де жасалып жатқан операцияларды дыбыстайтын функция, және Siri функциясы бар. Команда беру арқылы, дыбыстық команда беру арқылы көмектесетін команданы орындап, және де арнайы объектілерді үлкейту функциясы бар. Осы арқылы мен осы MacBook'ты қолданып, өзіме қажетті сайттарды қолдануға және де табыс табуға мүмкіндігім бар. Енді қалай мен все-таки далада жалғыз жүрем. Не мынау белая трость. Не істейміз? Вуаля! Сөйтеміз. Достар, мен сөйтіп әдемі болып, шашым әдемі, өзім көйлек киіп алып, кейбір кезде еще каблук кием. И бүйтесің ғой, жалғыз жүрген кезде таяғымды шығарасың. Жалғыз жүрген кезде енді былай қайта-қайта қарсылдасың, себебі жерді сезу үшін, қаяққа жоқ мына жерде лестница бар деген сияқты ше, құлап қалмау үшін, оны ойбай, оннан солға короче бүйтесің. И сөйтіп мен білетін жерде жүре аламын. Қызықты болса, лайк басып кетіңіздер.